Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен Маруф. Бүгінгі видеода тауықтардан пайда келе ме және де пайда шынын айта кететін боламыз. Жаңадан бастаған адамдарға негізі жұмыртқа алып шығарған дұрыс па немесе балапан алып өсірген дұрыс па? Менің ойымша осы балапан алған дұрыс. Себебі жұмыртқада шықпауы да мүмкін және де инкубатор керек. Ол өте қиын, бастағанда өте қиын болады. Сондықтан балапан алып өсірген дұрыс. Және де жаңадан бастаған кісілерге балапанның қымбат түрін емес, простой арзандау түрін алса да болады. Себебі опыт керек. Басында қымбат балапандарды алып өліп қалса тағы да шығынға кетеді бостан босқа. Сондықтан бірінші опытқа арзандау балапандар алуға болады. Ол балапандарды алғаннан кейін үйге әкеліп марганцовкамен және де жақсы жемдермен берген дұрыс. Себебі ол ауру болуы мүмкін және де ол үйде бір аптадай өсу керек. Себебі далаға шыққанда олар үйренісе алмайды далада ыстылығына, салқындылығына. Және де сіздер оны далаға шығарғанда мысық немесе қарға сондай жануарлар алып кетуі әбден мүмкін. Бірақ сіз өзіңіз қарап отыратын болсаңыз, әрине де болады. Бірақ 2-3 аптадан кейін ғана шығарыңыз балапанды далаға. Мен өзімде сөйтіп бастағам, бірақ менде басында көп шығын болды. Себебі мен балапандарым өліп қала берді. Және де мен қыстың күні жақсы өскеннен кейін мен ол балапандарды жылы жерге салмай, сап-салқын қорада жүрген болатын. Ол кезде солар тоңып өліп қалған болатын. Ондай қателіктерден сақ болғандарыңыз дұрыс. Қыс болғанда ертерек жылы қора салып, балапандар, тауықтарды сол жылы қораға асырағандарыңыз дұрыс. Содан кейін балапандар өсет 4-5-6 айда уже туып бастайды. 6 айда туады дейік. 6 айда туғаннан кейін олар 6 айға дейін нахаляву тамақ сіздерден жейтін болады. 6 айдан кейін сіздерге пайда келе бастайды. 6 айға дейін олар күніне 100 граммнан жеп тұрады. Балапан кезінде әрине аз, бірақ примерно бір тауық 10 000 теңгедей шығады ғой сол 6 айға дейін жемі бір тауыққа. Сонда есептейсіз қанша тауығыңыз, соның бәрін есептегенде сол общий шығынын есептейсіз. Содан кейін пайдан есептейсіз. Тауығыңыз туып бастағаннан кейін, жұмыртқа сатқаннан кейін. Мысалға қазір мен өз тауықтардың жұмыртқасын 100 теңгеден сатам. Солай сатсаңыздар болады. Немесе балапан шығарып сатсаңыздар болады. Жақсы өтеді. OLX немесе базарға барып, жақсы саудаларыңыз жүруі мүмкін. Егер де сізге тек үйге жеуге үшін болса, онда тауықты асырамаған дұрыс. Себебі ол қиын. Бір жаққа қыдыруға шықсаңыздар да, қонаққа барсаңыздар да қиын болады, басқа қалаға немесе. Сондықтан дүкеннен сатып алып жеген дұрыс. Өзіңізге тек жеуге асырасаңыз. Олай асырамаған дұрыс. Ал егер сіз ақша табу жолында не істесеңіз, онда әрине де болады. Бірақ басында қиындау болады. 2 жылдан кейін шығыныңыз ақталады ғой, таза пайда келіп. Тауықтарыңыз жақсы туу үшін сіз бірінші не істейсіз? Басындағы адамдар білмеуі мүмкін, айта кетейін. Басында туу үшін жемді жақсартасыз. Қандай жем? Несушка жем бар. Зерносмесь, рябушка деген дополнительный өзінің жемдері болады. Содан кейін жаздың күні шөп бересіз, су бересіз, салқын көлеңкелі жерде тұру керек. Ал өзіңіз былай жеуге сататын болсаңыз, тек тауықтардың өздері де жарай береді. Уже тауықтарыңыз сол балапандарыңыз өсіп 1 жыл болады, жақсы туып не істейді, 2-ші жыл болады. 2-ші жылдан кейін уже тауықтарыңызды сатып немесе соя берсеңіздер болады. Себебі одан уже пайда келмейді.
ол күнара немесе 3 күнде бір рет туып бастайды. Оған уже молодняк жас тауықтар балапандарды артынан қоса берсеңіздер болады. Себебі шығыны көп болып кетеді кәрі тауықтардан. Мен де өзім осы Ломон Браун сол үлкен тауықтарымды осы күздерде сататын боламын. Ал артынан жас молодняктарды қосатын боламын. Өзім мысалға осы жылы көктемде өзіме кучинский балапандар жұмыртқа алатын боламын. Егер де сіз оны профессионалды түрде үлкен птицеводство қылғыңыз келсе, сіз өте жақсы жемдерді қарауыңыз керек. Арзан сондай оптовиктерден қарайсыз. Ал егер сіз осындай кәдімгі қымбат жемдерден алатын болсаңыз, үлкен көп тауықтарға сіз одан көп пайда көрмейсіз. Және де сіз тауықтардан пайда көріп болғаннан кейін, ол ақшаларды сол тауықтарға қайтадан салу керек боласыз. Көп пайда келу үшін. Оны ақшаны тапқаннан кейін оны қалтаға салып алудың қажеті жоқ. Оны қайтадан балапан сөйтіп не істей беріңіз. Ол өзі көбейіп сол ақшасын бір аласыз. Сау болыңыздар достар. Егер де видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.